Жаным ау, гелик. Немістер сені сонша... Баршаңызға сәлем. Тегін хабарландыру сайттары алаяқтардың үйі сияқты. Олардың бәрі сол жерде тіркелген секілді. Ол жерге тек жалған хабарландыруларды шығарып қана қоймай, клиенттер ретінде де әрекет етеді. Мен сізге алаяқ клиенттерді қалай анықтауға болатынын толық айтып берейін. Алаяқтар күнделікті сайттардағы барлық хабарландыруларды бақылап отырады. Және әдетте бірден телефонға қоңырау шалады. Мінеки. Алло? Сәлеметсіз бе, қарындас? Телефон сатасыз ба? Я, әрине. Есте сақтаңыз. Біріншіден, алаяқ ешқашан бағасы бойынша саудаласпайды. Енді бағасы мен үшін лайықты. Ең бастысы телефонның жай-күйі жақсы болса болды. Екіншіден, алаяқ тауарды алып кету үшін ешқашан өзі бармайды. Ол сол жаққа курьерді жіберіп, ақысын төлейді. Қараңыз, қазір менің уақытым жоқ. Мен сізге курьер жіберейін. Жарай ма? Жарайды. Ал енді осы жерде қиындықтар басталады. Себебі алаяқ жеткізу сайты арқылы төлем жасап, чекті жолдайды және оған сілтемені бекітеді. Қарындас, сілтеме келді ме? Иә. Қараңыз, сізге сілтеме арқылы өтіп, біз төлем жасауымыз үшін деректерді, яғни картаның нөмірін толтыруыңыз қажет. Жақсы. Жақсы. Тіпті өте жақсы. Бірақ ол үшін емес, біз үшін. Неге екенін білесіз бе? Өйткені сілтеме арқылы өтіп, барлық мәліметтерді толтырсаң, біз сенің барлық ақшаңды шығарамыз, алып қоямыз, толықтырмаймыз. Бұл қалай? Жай ғана барлық ақша біздің шотымызға кетеді. Ал сенің қанша ақшаң болатынын білесің бе? 0. Қара. Ой, 0. Елестете аласың ба? Жоқ, сен алаңдама, бұл қалыпты жағдай. Не болды? Біз сендерге аңқау және сенгіш адамдарға миллиондаған рет сілтеме арқылы өтпеңдер. Карточканы түсініксіз сайттарға байлаудың қажеті жоқ деп айтқан едік қой, түсініп тұрсың ба? Сол верификацияның SMS кодтарын біз алаяқтар жібереміз. Жарайды, кейінірек түсінетін шығарсың. Жоқ, тоқтай тұр. Міне саған орамал. Енді жылай берсе болады. Сәттілік.